Бар екен де жоқ екен. Ерте екен, ешкілері бөрте екен. Қырғауылы қызыл екен, құйрық жүні ұзын екен. Бұрында бір шал өмір сүріпті. Оның қорасында малы, жанында жақыны болмапты. Жел соқса шал домалай жөнеледі екен. Содан оны қаңбақшал деп атап кетіпті. Қаңбақшал күн сайын ау салып балық аулап тамағын табады екен. Бір түлкі ауына ілінген екі балығының біреуін тартып жеуге әбден дәндеп алыпты. Түлкінің әлімжеттігіне шыдай алмай, шал бұл жерден көшіп кетпек болыпты. Ол елдің сойған малынан жинап алған шек қарын мен айранды арқалап жолға шығыпты. Жүктің салмағынан қатты шаршаған ол шек қарынды бір жерге, ал айранды бір жерге көміп тастапты. Жүктен арылған шалды жел ұшырып, тау етегіне апарып тастайды. Жан жағына қараса, бір дәу екі тауды бір-біріне шақпақтай ұрып тұр екен. Содан дәу мен қаңбақшал күш сынаспақ болады. Дәу қазандай қара тасты көтеріп, аспанға лақтырып жібереді де қайта қағып алады. Кезек шалға келеді. Не істерін білмей, тасты құшақтап, біресе аспанға, біресе тасқа ұзақ қарап тұрады да, қатты дауыстап: аспанға лақтырсам аспан айналып жерге түседі-ау. Қағып алмай жерге түсірсем, жер ортасына ойылып қалама деп, қауіп қылып тұрғаным дейді. Осыны естіген дәу шалдың қолынан ұстай алып, ақсақал лақтырмай-ақ қой, текке қырылып қалармыз деп жалынып қойғызады. Шал дәудің ақылының таяздығын байқап, жердің шек қарын шығарайық дейді батылданып. Дәу жүгіріп келіп, жерді теуіп қалады. Жер тізеден ойылады, бірақ ештеңе шықпайды. Шал болса өзі бұрын көміп қойған, қан жыны арылмаған шек қарын жатқан жерді жүгіріп барып, теуіп қалғанда, шек қарын жан жағына шашылады. Дәу қатты шошиды. Кел, енді жердің миын шығарайық дейді қаңбақшал. Дәу пәрменімен келіп, жерді тебеді. Жер тағы да тізеден ойылады, бірақ ештеңе шықпайды. Шал манағы айран көміп кеткен жерді теуіп қалса, бұрқ етіп айран шыға келеді. Дәу одан да бетер шошиды. Қаңбақшал дәуден қалай құтыларын ойластыра бастайды. Ақыры дәуді үйіне шақырады да, кемпіріне ертең дәу келетінін айтады. Үйлерінде ішерге тамақ жоқ, кемпірі қатты сасады. Дәу келгенде мен есік алдында отырамын. Сонда сен оның көзінше: не істеймін шал деп маған қара. Мен айтқанымды істемекші болып, пышақталып тұра ұмтыл деп кемпіріне үйретіп қояды. Ертеңіне қаңбақшалдың үйіне 3 дәу келеді. Сол кезде кемпірі: шал үйде түк жоқ, қонаққа нені асамын деп шалына қарайды. Сонда шал тұрып: үлкен дәудің басын ас, ортаншы дәудің төсін ас. Ол жетпесе досым дәудің өзін ас дегенде, кемпірі пышағын алып тұра ұмтылады. Мұны естіген 3 дәу тым тырақай қаша жөнеледі. Үш дәу зытып бара жатса, олардың алдынан бұрын да шалға әлімжетті жасаған түлкі жолығады. Түлкі олардан жөн сұрай келе, 3 дәудің қаңбақшалдан қашып келе жатқанын біледі. Ой, сол қаңбақшалдан қорқып жүрсіңдер ме? Жүріңдер, өштеріңді алып берейін деп, түлкі оларды ертіп қайтадан шалға барады. Шал өзінің лашығының жанында тұр екен. Түлкінің 3 дәуді ертіп келе жатқанын көріп, бар даусымен айғай салады. Ей, түлкі-ау, арғы атаңда 6 атамның құны бар, бергі атаңда 5 атамның құны бар. Өзіңде бітіспейтін кегім бар еді. 3 дәуді құныңды өтегелі алып келе жатырсың ба? Бәрібір онымен құтылмайсың дейді. Ей,
бұл бізді сол аталарының құнын өтеуге алып келе жатыр екен ғой деп ойлаған дәу түлкіні құйрығынан алып жерге бір ұрып өлтіреді. Өздері алдарына қарамастан қаша жөнеледі. Сөйтіп, қаңбақ шал түлкі мен дәулерден осылай құтылыпты.